Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге жұмсақ болып шығатын, аузыңызда еріп тұратын творожный пирог жасауды көрсететін боламын. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Қараңыздаршы, видеоның өзінде көрініп тұр, қандай жұмсақ болып шығатыны. Видеоның соңына дейін қарап, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге керек заттардың барлығын описанияда толық жазып қоятын боламын. Алдымен 4 жұмыртқамызды миксермен жақсылап, пышный болып көтерілгенше 2-3 минут миксермен айналдыратын боламыз. Екі-үш минут өткен соң қантымызды қосып тағы да 3 минуттай миксермен айналдырып аламыз. Қантымызды жақсылап ерітіп, массамыз 2 есе ұлғайғанша миксермен араластыратын боламыз. Массамыз осылай аппақ болып көтерілгеннен кейін қасықтың ұшымен ғана кішкене ғана тұз қосамыз да иеліктен өткізілген ұнымызды қосып, үстінен бір ас қасықты толтырмай қопсытқыш қосып, артынан сүт және майымызды қосамыз да түйіршік қалмағанша жақсылап силиконовый палочкамен араластырып алатын боламыз. Мінеки дәл осылай ешқандай түйіршік қалмағанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді массамызды шетке қойып, творожный крем жасайтын боламыз. 500 грамм творогқа крахмал, жұмыртқа және де 2 немесе 3 ас қасық қант қосып, блендермен жақсылап тұрып езіп аламыз. Творожный кремді осындай пакетке салып қоямыз, немесе бұндай пакет болмаса, үйдегі кәдімгі салафанға салып, бір бұрышын кішкене ғана кесіп жіберсеңіздер, ол да өте ыңғайлы болады. Осындай домалақ ыдысқа пергаментный бумаганы мышып-мышып қойып қойдым, немесе кәдімгі сары майды жағып жіберсеңіздер де болады, ол да жабыстырмайды. Массамызды ыдысымызға салып алып, бетіне творожный кремді видеодағыдай етіп жағып шығатын боламыз. Енді пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінеки достар, пирогымызда пісіп қалды. Өте жұмсақ болып шығады. Сіздерге прям кеңес беремін. Осы пирогты үйлеріңізде жасап, жеп көрсеңіздер, қайта-қайта жасап жейтін боласыздар. Өте дәмді болып шығатын пирог. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.
каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.